не күтеді мергендерді? Келесі аптада не күтеді мерген? Нежеді девятки чаш. Көңіл күй, удовольствие дейді. Ойлағаныңыздай болу. Мүмкін бір жерде бір демалатын шығарсыз. Ойыңыздағыдай болады бір мәселе дейді. Ақша келеді, бір демаласыз. Ойыңыз күткен нәтиже болады. Верховная жрица ол күттіңіз дейді. Бір мәселені. Болды. Но апта ортасында сол бір мәселе аптаның басында сіз ойлағандай болуы мүмкін. Нәтижеде күту дейді. Күту, ойланып тұрсыз дейді. Новый проект, бастама, жаңа бір жол жасасам қалай болады екен, болады ма, болмайды ма деген Верховная біраз уақыт мүмкін біраз күте тұрың. Верховная жрица выжидательная позиция. Біраз уақыт күте тұрың, әлі уақыты келмеді деген неде түсіп тұрған шығар. Но бір мәселелерде сіз ойлағандай болуы мүмкін. Нәтижеде наслаждение, удовольствие, қуанышты, бақытты сіз ойлағандай болып тұр бір мәселелер. Верховная жрица ол күтесіз, әлі сіз ол ненің қыр-сырын білуіңіз керек. Верховная жрица тайна, жұмбақ. Жаңа бір не, сізге әлі оның толық қыр-сырын білмейсіз. Мүмкін жақсылап барып, үйреніп бастаң деген неде түсіп тұрған шығар. Үйрену керек, әлі уақыты келмеді, опыт керек, үйрену керек. Может, жаңа бір жұмысқа байланысты, жаңа адамға мүмкін бір таныстықты адамға қарай. Жаңа бір адам болуы мүмкін таныстықта. Сіз оны бір зерттейсіз, танымайсыз, оған бір сенуге бола ма, болмай ма деген неде тұрсыз дейді. Сондай бір этап. Жұмбақ дейді. Тайна, жұмбақ, күту позициясында. Пландар, идеялар түзесіз, но әлі әрекетке көшкен жоқсыз. Мына күн мынандай жасаймын деген бір нелер болуы мүмкін дейді. Бірақ тройка жезлов бұл сол жаңа бақытқа, болашаққа пландар түзіп тұрсыз дейді. Соған әлі асып тұрған жоқсыз бірақ.